Баршаға сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгінгі рецептім бойынша сіздермен бөлісетін боламын. Бүгін яғни мас көжені қалай дайындайды, өзімнің рецептім бойынша айтып өтемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, майымызды құйып, пиязымызды қызарғанша қуырамыз. Оның артынан картоп сәбізімізді салып, кішкене 5-10 минут қуырамыз. Қызанақ та салсақ болады, өз қалауларыңызша әртүрлі көкөністер салсаңыздар болады. Мен өзімнің рецептім бойынша айтып жатырмын сіздерге. Одан кейін томат пастасы және де 1-1,5 литр шамасында су құйып, баяу отта қайнатамыз. Енді біз сорпамызға жуып тазаланған машымызды салып, толықтай піскенін күтеміз. Машымыз толықтай пісті. Енді осыдан кейін күрішімізді саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышымызды саламыз. Аз көк салсаңыздар да болады. Маған осылай жасаған өте қатты ұнайды. Тағы да 10-15 минутқа баяу отта пісіреміз. Міне біздің тағамымыз дайын. Енді осы дайын болған тамақтың үстіне мен айран салып араластырамын. Бұл айран өте тамаққа дәм береді ерекше. Әсіресе жазды күндері істеп дайындаған өте жақсы. Тағамымыз өте дәмді болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер де видеом ұнаған болса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.